Барлықтарыңызға сәлем. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін. Уже 12 килограмм тастадым. Салмақ тастау үшін қандай тамақтар дайындаймын, солардың рецептімен бөлісемін. Бүгін осындай тауық еті мен саңырауқұлақты сливочный соуспен дайындайтын боламыз. Қаймақтың орнына мен грек йогуртын пайдаланатын боламын. Салмақ тастау кезінде қаймақтың орнына осындай грек, түрік йогуртын пайдаланған өте ыңғайлы, өйткені бұлардың майлығы өте аз, 2-3% қана. Енді ең алдымен пиязды, саңырауқұлақты және етімізді өзіміздің ыңғайымызға қарай барлығын жоқалап турап аламыз. Мен ешқандай майға қуырмай, етті бұқтырып дайындайтын боламын. Барлық ингредиенттеріміз дайын. Енді сковородканы орташа отқа қойып, біраз қыздырып аламыз. Сковородкамыз қызғаннан кейін пиязды саламыз, кішкене араластырып, оның үстіне тауық етін саламыз. Тауықтың етін салғаннан кейін де барлығын жақсылап араластырып, сковородканың бетін жауып, 5-10 минут бұқтырып қоямыз. Ет пен пияз бұқтырылып, кішкене суы шыққаннан кейін бетіне саңырауқұлақты саламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да бетін жауып қоямыз. Саңырауқұлақ бізде сулы болып келеді, сондықтан бұқтырылған кезде суы жақсы шығатын болады. 5-10 минут бұқтырылғаннан кейін үстіне біраз мөлшерде су құямыз. Тағы да араластырып, кішкене 3-4 минутқа бұқтырып қоямыз. 3-4 минут бұқтырылғаннан кейін плитаның астын өшіріп, греческий йогуртты одан кейін бірақ қосатын боламыз. Себебі плитаның асты қосылып тұрған кезде греческий йогуртты қоссаңыз, онда ол іріп кетуі мүмкін. Мен бұл жерде 2 түрлі йогурт пайдаландым, себебі грек йогурты менде аздау болып қалды. Үстінен осындай түрік йогуртында қосып жібердім. Йогуртты салып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біздің тамағымыз дайын. Қасына өзіңіз қалаған кез келген гарнирді қосып жесеңіз болады. Меніңше бұл тамаққа пюре мен күріш идеальный гарнир болады. Мен күрішті дайындадым. Бастапқы айларда салмақ тастау кезінде мен күрішті де, картошканы да жемейтінмін, бірақ қазір уже арасында жей беремін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз және сізге менің рецептім ұнаған болса, онда лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және өзім дайындайтын күнделікті оңай және қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін.